Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Қызылорда қаласы, Қызылжарма аймағы 11-ші көше, нақты айтқанда ана төрде көріп тұрған мектеп, 144-ші жаңа мектеп. Сол мектептің тұсымен келген бойда көшенің аяқ жағындағы үй есік алды гравик төселген. Енді ауланы көрейік. Үйдің ауласын профилиспен қоршаған шағын фундаменті бар. Бұл үйдің өзі 2015 жылы салынған, түгелдей қам-кесектен. Жер аумағы 10 сотықты құрайды. Аулада не бар? Аулада шағын сарайымыз бар. Ар жағында жуынатын бөлігіміз, яғни даладағы әжетхана және де шағын бау-бақша орналасқан. Үйдің ішкі бөлігімен таныса кетейік. Біздің үйіміздің кіреберіс бөлігі, дәлізі, ас бөлмесі барлығы осы жерде орналасқан. Арғы жағында топкамыз бар қосымша бөлікте. Ал мына жағынан үйдің маңызды бөлмелеріне кіреміз. Бұл аймақта жердегі төсенішіміз линолеум төсеніші. Ал мына бөлігінде тоңазытқыш, қосымша заттар. Ас бөлмесінің, яғни кіреберіс бөлігінің үстіңгі бөлігі натяжной потолок тартылған. Оңға қарай жүрсек, ортаңғы бөлігі үйдің сол жағымызға 2 бөлмеміз, жатын бөлме, және де оң жағымызға қарай қонақ бөлмеміз көрініс табады. Жердегі төсенішіміз ЛДСП, ортаңғы бөлігі натяжной потолок. Жалпы барлық бөлмелерде натяжной потолок тартылған. Бір терезе бар. Терезелеріміз толықтай пластиктелген. Бұл жатын бөлмеміздің көрінісі. Қабырғамыз әкпен жүріп өтілген. Үйдің ауданы 96 шаршы метрді құрайды. Екінші жатын бөлмеміз. Батареямыз чугунный. Шағын үй. Үйге жөндеу жұмыстары жалпы қажет. Ал мына бөлігінде қонақ бөлмесі. Қабырғамыз түс қағазбен қапталған. Үстіңгі бөлігіміз шаңырақ тәріздес. Натяжной потолок орнатылған. Жиһазы. Үйде қандай да бір жиһазды көрсеңіздер, үй иесімен ақылдасасыздар, қалатыны қалмайтыны. Осы үйді сатып алу жөнінде біздің Instagram парақшамыздың пост астындағы нөмірге хабарлассаңыздар болады.